Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Көкшетау қаласында мектеп ауласында асылып қалған 18 жасар бойжеткеннің денесі табылды. Бұл туралы Стан Кз ақпараттық агенттігі хабарлайды. Ақмола облыстық ПД мәліметінше, 20 шілдеде сағат 9:50 шамасында Әуелбеков көшесіндегі номер 16 орта мектеп аумағында асылып тұрған қыздың денесі табылғандығы туралы 102 желісіне телефон арқылы хабарланған. Шақыру орнына Көкшетау қалалық ПБ жедел тергеу тобы бағытталды. Асылып қалған бойжеткеннің Көкшетау қаласының 18 жастағы тұрғыны екені анықталды. Осы дерекке байланысты қылмыстық кодекстің 105 бабы 1 бөлігі өзін өзі өлтіруге жеткізу бойынша сотқа дейінгі іс қолға алынып, сараптама тағайындалды. Оқиғаның себептері мен мән-жайлары анықталу үстінде. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.